4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күні. Осыдан 20 жыл бұрын тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік туы елтаңбасы мен әнұраны ресми түрде қабылданған болады. Осы атаулы күнге орай бүгін Астана қаласында "Менің Қазақстаным, менің Астанам" атты акция өтті. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін атап өтуге бағытталған Астана қаласы әкімдігінің "Менің Қазақстаным, менің Астанам" атты кең ауқымды жастар патриоттық акциясы өтуде. Бүгінгі біздің акциямыз өте үлкен 3 бөліктен тұрады. Оның ең бірінші өздеріңіз көріп отырғандай мәңгілік ел қақпасынан "Менің туым" атты отандық өнімде жасалған қазақстандық автокөліктерден құралған шеру жолға шығады. Мерекелік шара мәңгілік ел триумфалды аркасынан басталып, елімізде құрастырылған 20 көлік керуені қаланың басты көшелерімен жүріп өтті. Керуенді Олимпиада чемпионы Серік Сәпиев бастады. Патриоттық акция барысында мемлекеттік ту Олимпиада чемпионы Ольга Шишигинаға тапсырылды. 550 жылдан бері қазақ халқы күтіп отырған өзінің қазақ ұлтының ұраны болады. Қазақ ұлтының міне желбіреген көк байрағы қашан болады деп міне біз үлкендер сендерге осы үлкен рәзімді беріп отырмыз қолдарыңызға, болашаққа деп отырмын. Бұл болашағымыз енді осы көк байрақты желбіретіп өмірі сүрмесін, көкке көтере берсін. Мемлекеттік рәміздер күніне орайластырылған шараға 5000-нан астам қала тұрғыны қатысты. Бүгін сағат 11-де мемлекеттік әнұран шырқалды. Сондай-ақ шараға қатысушылардың назарына мерекелік концерт ұсынылды.